оқуымызды жалғастырамыз. Бүгін біз сіздермен сәлеметсіз бе? жаһандану құзыреттіліктер курсының төңірегіндегі 3-ші модуль, 3-ші юнит, яғни өмір қауіпсіздігі және экологиялық мәдениет тақырыбын талдауға тырысамыз. Бүгінгі сабақ жоспары бойынша бірінші сабағымыз экологиялық мәдениетке арналады және екінші сағатымыз ол өмір қауіпсіздігіне арналады. Экологиялық мәдениет қазіргі әлемде осы бағыттың ең талап етілетін бөлімі. Өйткені бүгінгі таңда адамзат үшін өмірді сақтаудың жаһандық проблемасы өзекті және қажетті болып табылады. Бұл құзыреттілік өзінің әмбебаптығына байланысты жер бетіндегі барлық адамдарға ортақ. Оқу кезеңіндегі көміртегі ізін азайтуға, өз үлесін қосу қажеттілігін қалыптастыру маңызды. Атмосфера, топырақ, су кеңістігінің экологиясы барлық оқу пәндеріндегі негізгі тақырыптардың бірі болу керек. Және көрсетілген тақырыптық блокта жалпылама мазмұнды табу керек. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру принципі әр оқушы өзінің әр іс-әрекетінде табиғатқа зиян тигізбеуін, табиғи байлықты қорғауды, жер бетіндегі өмірді сақтау бағытында үнемі әрекет етуді қатаң қадағалайтын өзіңнен баста деген қағидаттан тұрады. Мектептің барлық педагогикалық ұжымына балалардың экологиялық тәрбиесінде бірлескен жұмыс жүргізу, осы бағытта ғылыми және практикалық іс-шаралар өткізу, оқушылардың жеке және топтық зерттеу жұмыстарға ұйымдастыру ұсынылады. Сонымен, экологиялық мәдениет юнитінің мақсаты білім алушылардың жаһандық экологиялық проблемалардың мәнін түсіну, дамыту, қоршаған ортаны жақсартуға белсенді қатысу дағдыларын қалыптастыру және оның жойылуына мен ластануына жол бермеу, табиғатты ұтымды пайдалану, азаматтық ұстаным мен адамзатқа жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Осы мақсатқа жету үшін курстың келесі міндеттер анықталады. Ол білім алушыларды қазіргі заманның жаһандық сын қатерлерімен таныстыру, білім алушыларда жергілікті, өңірлік, ұлттық және жаһандық оқиғалар, олардың себеп-салдары туралы талдамалық бағалау жұмысын және түсінігін дамыту. Және үшінші міндет ол білім алушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Жалпы юниттің мазмұны 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда оқуға арналған өзекті тақырыптарды қамтиды. Юниттің бағдарламасы білім алушыларды экологияның негізгі заңдылықтарымен таныстырады. Өз денсаулығына, айналадағы адамдарға және табиғатқа оң және ұқыпты қарауды қалыптастыруға бағытталған. Юниттің мазмұны жауапты мінез-құлық моделін жасау үшін экологиялық мәселелер туралы білімді өзектендіру және шоғырландыру тәсілі ретінде пәнаралық байланысқа сүйенуді қамтиды. Табиғаттың құндылығы және оның адаммен бірлігі, адамның өсімдіктер мен жануарлардың өмірлік маңызды көріністері туралы экологиялық идеялар, экологиялық білім алушылардың эмпатиясын дамытуға көмектеседі. Олар кейіннен қоршаған әлемге белсенді қатысу және эстетикалық қатынас дағдыларына айналады. Демек, ол жаһандану құзыреттіліктердің тек қана біздің елімізде емес, жалпы бүкіл әлемде танылған ең басты дағды және білік деп танылатын болса, бұл тақырыптың маңыздылығы расталады деген сөз. Юниттің ерекшелігі планетарлық ойлауды қалыптастыруға. Планетарлық ойлау дегеніміз бұл адамның осы планетаға қатысты мен қандай орын аламын, менің маңыздылығым, мен осы планетаны барынша сақтап қалуды қандай да әрекет жасай аламын, қандай ойлар мен білімдермен меңгеруім керек деген сияқты түсініктерді қабылдайтын және қамтитын осы планетарлық ойлау деп айтамыз.
Планетарлық ойлауды қалыптастыруға және дамытуға, әлемге және өзіне жердің тұрғыны ретінде саналы көзқарасты қалыптастыруға және дамытуға ықпал ететін оқытудың әртүрлі формалары мен технологияларды қолдану мүмкіндігі. Және де бүгінгі сабақ аясында біз осы формалардың кейбір элементтерімен, сонымен қатар жалпы экологиялық білімнің мазмұнымен танысатын боламыз. Курс барысында әрине де бағалау жүйесі өтеді. Ол білім алушылар қызметінің нәтижелерін аралық және қорытынды бақылау кезінде жүргізілуге ұсынылады. Әрине бағалау формасында педагогтың өзі таңдайды. Бұны сіздер жазбаша, ауызша өткізесіз бе, мүмкін сіздің оқушыларыңыз жоба қорғайды ма. Ол үшін бақылау нысанын, орындалатын жұмыс түрлерін, белгілі бір сыныпта бірлікті зерттеу аяқталғаннан кейін ұсынылатын түпкілікті өнімді анықтау, бағалау критерийлерін әзірлеу қажет. Өткен сабақтарда менің айтқаным жалпы осы курстың аясында критерийлер және дескрипторлар оқушылармен бірге әзірленгені барынша маңызды және пайдалы деп айттық, иә. Бағалау өлшем шарттарын әзірлеу осы оқушылармен бірлесіп жасалғаны жақсы болушы еді. Экологиялық мәдениеттің қалыптасу деңгейін бақылайтын критерийлерді әзірлеу барысында оқушылар өз әрекетіне міндетті түрде жауапкершілікпен қарау керек, және де осы жұмыстың барысында олардың сыни ойлау қабілеттері барынша артады. Қандай нәтиже күтеміз? Әрине, кез келген мақсат міндет қойғанда біз белгілі бір нәтижелерді болжауымыз керекпіз. Өйткені болжам, ол нақты айтқанда белгілі бір нәтижеге ұмтылу. Білім алушылар юнитті зерделеу қорытындысы бойынша экологиялық мәдениет пен сана ұғымын түсінеді. Табиғатты пайдаланудың адамгершілік және құқықтық принциптерін сақтайды. Биосферадағы байланыстарды бұзушыларға қарсы әрекет ететін белсенді табиғатты қорғау қызметін жүргізеді. Экологиялық білім берудің жаңа міндеттерін белсенді шешеді. Қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне тұрақты қызығушылық білдіреді. Демек, осы нәтиже арқылы біз белсенді азаматтық позициясы бар оқушыларды қалыптастырамыз. Және де әдістемелік нұсқаулар бойынша юниттің тақырыптары 5 пен 9 сыныптың арасында бөлінген екен. Назар аударсаңыздар, мысалы 5 сыныпта балалар жер ортақ үйіміз, менің айналамдағы әлем, біздің таза ауламыз, қауіпсіз демалыс сияқты негізгі тақырыптарын оқыса, қарапайымнан күрделіге көшетін қағидатты ескере отырып, 9 сыныптарда нақты балалардың сыни ойлау қабілетін, сындарлы ойлау қабілетін дамытатын тақырыптар көзделген екен. Олар табиғи ресурстарды қалай пайдаланамыз. Демек, бұл тақырыптардың өзі сұрақ. Демек, баланың өзі осы сұраққа жауап беру үшін белгілі бір ізденіс жұмысын жүргізу керек. Немесе таза экологиялық құқығымыз. Ол да балалардың тұрақты азаматтық позициясын нығайтатын тақырыптардың бірі саналады. Апаттар мен табиғи апаттардың қоршаған ортаға әсері. Демек, бұл тақырыпты зерделегенде балалар материалды, глобалды, яғни бүкіл әлемдік көзқарастан қарастырады. Және де осы әдістемелік нұсқауларға сәйкес әрбір сыныпқа жаңағы ұзақ мерзімді жоспарлар берілген, бұнда тақырыптар берілген, және осы тақырыптарды іс жүзіне асыратын ұсыну ретінде көрсетілген формалар бар. Әрине, бұл формаларды мұғалімнің өзі балалардың ерекшеліктеріне, жалпы олардың тұрғылықты жеріне,
жалпы мектеп балалардың сыныптағы құрамдас бөлігіне негізденіп өзі құрастырады. Дегенмен де осы әдістемелік нұсқауларда ұсыныс ретінде кейбір формалар көрсетілген. Мысалы, экологиялық мәдениетте жер ортақ үйіміз немесе қауіпсіздік демалыс тақырыптарында әңгімелесу, буклеттер жасау, тазалық сенбіліктер өткізу сияқты формалар көрсетілген. Егер де біз 7-ші сыныпты алатын болсақ, бұнда экологиялық қауіптер деген тақырып бар. Бұнда мұғалім жоба дайындау бойынша материалды әзірлейді, және балалар сол жобаны өздері құрастырып, соңында оларды қорғап шығулары керек. Немесе фотокөрме жасайды. Мысалы, өлкемнің, елімнің экологиясы атты тақырып бойынша фотокөрме жасауға болады. Немесе ол эссе болуы мүмкін. Егер де бұл жұмыс жасау формалары сіздің берілген әрекетке сай келмесе, мүмкін видео, бейне роликтер жасауға болады. Қазіргі таңда балалар медиа сауаттылық жағынан жақсы қамтылған, олар әртүрлі видео редакторлармен жақсы жұмыс істейді. Тіпті мобилографтың деңгейде өте жақсы керемет бейне роликтер жасайды. Сондықтан да бұл да қабілеттерін, потенциалды қабілеттерін ескере отырып, осындай бір шығармашылық түріндегі тапсырмаларды орындауға болады. Сөйтіп, барлық жоспар 9-ші сыныпқа қарай бекітілген, және де сіз өзіңіздің жоспарыңызды құрастырғанда жыл басында нақты оның қандай да бір ерекше формаларын да қарастыруға болады. Сонымен, экологиялық мәдениет. Экологиялық мәдениет дегеніміз не? Әуелі біз осы форматтағы жұмысты жүргізу үшін нақты экологиялық мәдениет түсінігін өзіміз түсініп алуымыз керекпіз. Бұл кезде балаларға мысалы ассоциограмма, кластер жасау, немесе синквен жасау сияқты тапсырмаларды беруге болады. Экологиялық мәдениет адамның табиғаттағы күнделікті өмірдегі мінез құлық ережелері, тұрғын үй салу, киіну, дұрыс тамақтану қабілеттерін қамтиды екен. Ол жаман әдеттерін, адам денсаулықтарына кері әсерін бағалауды көздейді. Бұл адамзат қоғамы мен қоршаған табиғи ортамен қатар өмір сүруінің үйлесімділігі туралы ілім. Экологиялық мәдениет адамдардың табиғатты қоршаған әлемді қабылдау, деңгей және оның ғаламдағы орнын, адамның әлемге деген қатынасын бағалау жүреді. Мұнда адам мен әлемнің қарым-қатынасы емес, кері байланысты білдіретін, тек оның әлемге, жабайы табиғатқа қатынасы екенін бірден балаларға түсіндіру қажет. Экологиялық мәдениет бұл мәдениеттің дамуына қазіргі кезеңі ғана емес, экологиялық дағдарыстан әсерінен қалыптасатын мәдениет. Мәдениет оның дамуының барлық кезеңдеріне қоғамның табиғатпен өзара әрекеттесу функциясын азды көпті сәтті түрде орындады. Сондықтан кең мағыналы экологиялық мәдениет қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесу мәдениеті ретінде адамзат тарихында өмір сүреді. Яғни кез келген елдегі немесе біздің еліміздегі экологиялық апаттар, экологиялық дағдарыстардан кейін осындай экологиялық сауатты азаматтарды тәрбиелеу керек деген ой, ол қате ой, өйткені біз осындай оқушыларды және осындай жұмысты жүйелі түрде ұйымдастыруымыз керекпіз. Біз жаңағы қашан ол апат болады, бұл апат бола ма, жоқ па, қандай апатқа көбірек көңіл бөлу керек деген ой қате болып табылады. Экологиялық мәдениет жалпы адамзаттың мәдениеттің бір бөлігі, әлеуметтік қатынастар жүйесі, әлеуметтік және жеке моральдық этикалық нормалар. Демек, осы курстың барысында біз тек қана табиғатты ғана зерделемей, сонымен қатар адамдар мен табиғаттың арасындағы байланыстарды қарастыруымыз керекпіз. Адамзат қоғамы мен қоршаған табиғи ортаның қатар өмір сүруімен үйлесімділігі туралы зерттеу жұмысы.
Адамзат қоғамның қоршаған табиғи ортаға және жалпы экологиялық проблемаларға қатынасы арқылы жүзеге асырылатын бейімделу механизмі. Ал ол механизм болса, оның шығу тегі және де даму барысы болу керек. Ендеше ол процесс үздіксіз деп айтуға болады. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру қызметі экологиялық білім түсінігі жатады. Бұндай қызмет экологиялық білімді таратудан, сондай-ақ қоршаған ортаға ұқыпты қарауға мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға тәрбиелеуден тұрады. Ол дегеніміз, біз тек қана дайын материалды, дайын ақпаратты оқушыға бермей, жалпы осы материалды оқушылар өздігінен тапса, осы материалды балалар өздігінен өңдесе, оны талдаса, оны жіктеп, оған жалпылама немесе бағалау жүргізсе, әрине оның нәтижелігі және өнімділігі 1000 есе артады. Сондықтан жаһандық экологиялық дағдарысқа байланысты адам мен табиғаттың қандай қатынастарын үйлесімді деп санауға болатындығын, адамның іс-әрекеті қоршаған ортаға қалай әсер ететінін және экологиялық мәдениеттің қазіргі кезде неге соншалықты маңызды екенін атап өту қажет. Әрине, бұл қажеттілік жай ғана сөзбен емес, егер де сіз балаларға белгілі бір кейстерді ұсынсаңыз, белгілі бір жаңалықтарды оқытсаңыз, немесе белгілі бір бейнероликті көрсеңіздер, сонда балалардың көрнекілік жағынан бұл проблемаларға көздері жетіп, дәлелдеу жұмысы өтеді. Адам пайда болғанға дейін және оның тірі әлемде табиғатпен белсенді қарым-қатынасы өзара үйлесімді тәуелділік пен байланыс басым болды. Экологиялық үйлесімділік болды деп айтуға болады. Адамның пайда болуымен гармониялық тепе-теңдікті бұзу процесі басталады. Міне осы кезде біз гармония деген түсінігіне ерекше мән беруіміз қажетпіз. Өйткені экологиялық мәдениет тақырыбының аясында біз гармония немесе үйлесімділік деген мағыналарға жиі барамыз. Осы мағыналардың мәнін, олардың мағынасын, олардың жаңағы функционалдық зерттеу жұмысын балаларда бақылау үшін ассоциограмма тәсілі жақсы көмектеседі. Өйткені сол тәсіл арқылы сіз балалардың жалпы осы экологиялық мәдениет немесе табиғат туралы белгілі бір білімдердің бар немесе жоқ екендігін тексере аласыздар. Еңбек процесінде табиғатты игере отырып, адам биосферада үстемдік ететін заңдылықтарды құрметтеу қажеттілігін ескермеді және өз қызметі мен табиғи ортадағы жағдайлар мен әсерлердің тепе-теңдігін бұзды. Демек, осы бір ұғымды балаларға түсіндіргенде, адам ол биосфераның бір бөлігі деген ойды олардың санасына берумен қатар, оның қатысуымен әлем өмірі немесе өз өңірдің өмірі жақсарады, нәтижелі болады деген нәтижелерге деген қорытындыларға бару керек. Сонда егер де бала өзінің орнын, өзінің жаңағы әлеуметтік позицияны дұрыс түсінетін болса, ол шынымен сіздің берген әлеуметтік экологиялық мәдениет бойынша сіздің берген білімдеріңізді терең және саналы түрде игереді деген ой бар. Табиғатты үлкен көлемде игеруге мүмкіндік беретін және жер бетіндегі тұрғындар санының артуымен, өндіргіш күштердің дамуымен табиғи ортаның деградациясы адамдардың өмір сүру үшін бұрын-соңды болмаған қауіпті мөлшерге жетеді. Сондықтан экологиялық апатқа айналуы мүмкін экологиялық дағдарыс туралы айту өте орынды. Алайда бұл нәрсені балаларға түсіндіргенде, адамзат өнеркәсіптің дамуы, өндірістік дамусыз тіршілік ете алмайды деген ой беру керек. Бірақ та осы проблемаға екі жақтан да қарап отырсақ, баланың жаңағы аналитикалық, синтетикалық даму деңгейі, ойлау деңгейі артады. Адамның
экологиялық ортасындағы жағдайлар мен әсерлердің тепе-теңдігінің бұзылуынан көрінетін экологиялық проблемалар оның табиғатқа деген эксплуатациялық қатынасының технологиясын қарқынды өсуі, индустрияландыру ауқымының және халықтың өсуінің нәтижесінде пайда болатынын айту керек. Бұнда да мысалы эксплуатация деген сөзді ерекше дефиницияға алуға болады. Және де бұл сөз қалай балалар бұл сөзді түсінеді, бұл сөз қандай жағдаяттарда қолданады екенін де бақылауға болады. Табиғи ортаның ластануы сандық және сапалық ластаушы заттармен өндіріледі. Сандық ластаушы заттар ол адам жасамайтын заттар. Олар табиғатта бар, бірақ адам олардың көп мөлшерін босатады. Және бұл экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Қазіргі уақытта қалыптасқан білім беру жүйесі экологиялық мәдениеттің өсуі мен даму бағытында талаптарды іске асыратын экологиялық білімнің, іскерліктер мен дағдылардың жеткіліксіз көлемі ретінде қамтылады. Демек, экологиялық мәселелер теориялық жүзінде зерттелетін болса, практикалық жүзінде табиғаттан беретін әртүрлі жағдайлар, апаттар немесе дағдарыстар күннен күнге кездесетін, тіпті артатын статистика бар, динамика бар. Қазіргі экологиялық жағдайда жас ұрпақты тәрбиелеу мен бүкіл жүйесін экологизациялауы маңызды. Экологиялық білім берудің маңызды қағидаттарының бірі сабақтастық принципі. Ол саналы адамдардың бойында білім алуы, тәрбиеленуі, дамуының өзара байланысы. Қазір өмір мұғалімдердің алдында оқушының жеке басын үздіксіз процесс ретінде дамыту міндетін қояды. Кеше біз life is long деген термин туралы айттық. Ол дегеніміз өмір бақи білім алу. Оқушының жеке даму проблемасы бір тұтас процесс ретінде қарастырылады. Мұғалім экологиялық мәдениетті дамытудың негізгі бағыттары туралы нақты көрініске ие болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін болатын ерекшеліктерді қамтиды. Экологиялық білім мен оқушылардың тәрбиелеудің перспективалық бағыты табиғи бейімделіктер мен қажеттіліктерге барынша толық жауап беретін оқушылардың жаратылыстану білімі және нормативтік тас бағдарламаларының интеграциясы болып саналады. Демек, осы тақырыптың барысында біз пән аралық байланысты көреміз. Экологиялық білім мен тәрбие тек оқу пәндерінің мазмұнды экология бұл біртұтас бағдарларға емес, ықпал ететін жағдайға ғана мүмкін болады. Келесі, 2,5 мың жыл бұрын адамзатты осы проблемалар жаулап алды. Неліктен шығару қозғалысын анықтаған қазіргі заманғы мәдениеттің дамуының негізгі арналарының бірі қалыптасу кезеңінен болады. Мәдениет ішінде ғылым, өнер, адамгершілік, экономика, саясат, руханият салдарын бөліп алады. Қазіргі әлемде технократиялық мәдениет, әлеуметтік әлем, табиғатпен өткір қақтығысқа түсу адам табиғаттағы орны жеткіліксіз болып шықты. Бұл кезде осы тақырыпты түсіндіргенде жалпы баланың осы өмірге, осы планетаға, осы қоршаған ортаға деген байланысының маңыздылығы туралы. Тек қана мысалы, егер экологиялық дағдарыс алатын болсақ, оған адам кінәлі деп айта көрмей, нақты осы дағдарысты шешеді және оны істей алады деген қорытындыға балалармен бірге бару керек, жасау керек. Осыдан біз қазіргі бізді қоршаған өмірдегі болып жатқан процестердің өзгеруі туралы, қажеттілігі туралы айтамыз. Адам табиғатты және қоғамдағы мінез құлқының барлық түрлерінде оқшауланудың, қарама-қайшылықты күрестен, жеңуден, ынтымақтастық стиліне өзара әрекеттесуге, диалогқа, экологиялық табиғатқа негізделген
ойлау мен іс-әрекет ауысып, дамудың жаңа траекториясына жобалау керек. Әрине, бұл жаһандық құзыреттіліктердің бірден бір көрінісі деп саналады. Бұған сенімділік ғалымдар мен саясаткерлер арасында жетіліп, қоғамдық пікірде халықаралық құжаттарда немесе нақты өмірде көрініс табатын мемлекет арасындағы бұлыңғыр шекаралар, трансұлттық корпорациялар, нарықтар мен технологияларды біріктіреді. Экология және мәдениет ұғымдары шешуші фактор болып табылады, және тарихтың барысы бойынша адамның табиғаттағы орнын түсінуге, мәдениеттің ұлттық тамырларын, адам мен табиғаттың өзара әрекеттесуін, алуан түрлігін туындаған елдер мен халықтарға менталитеттің сақтап қалуына көмектеседі. Бірінші сабақтарда біз өзіндік қазақстандық код дедік, міне ол сол. Кез келген терминді дұрыс түсіну үшін тұжырымдаманың этимологиясынан бастау керек. Мәдениет сөзі латын сөзінен коло деп шыққан, ол бастапқыда топырақты өңдеу дегенді білдірген екен. Шынында да өзінің орта ғасырларында және ежелгі дәуірдің соңында мәдениет көбінесе рухани байлықтармен, рухани құндылықтармен, дінмен байланыстырылған екен. Басында мәдениет адамзат бүкіл өмір сүру кезінде жинақтаған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы деп көрсе, өмір көрсеткендей, адамзат оны біртұтас биологиялық түр болудан ешқашан біртұтас әлеуметтік ұжым болған емес екендігіне көз жеткізуіміз керекпіз. Сонымен қатар мәдени нормалар мен ережелер біздің гендерімізге тән құқық қуалайтын белгілер емес, олар өмір бойы оқыту, мақсатты жұмыс және адамның іс-әрекеті туралы білімдерді үйренуге талпыныс жасайды. Яғни бұл әр халықтың өзіндік ерекше және өзіндік мәдениетін қалыптастыратын бірегей бірлік екені саналады. Әрине, Құдай, бейбітшілік, өмір, адамның өлімі сияқты түсініктерді балалар өзгеше қабылдайды. Өйткені әр халықтың өзіндік ерекше мәдениеті бар деген тезис түсінікті болады. Ол ғасырлар бойы көптеген кіріс бөлшектеріне байланысты мәдени құндылықтарды жинайды. Және де географиялық орналасуы, климаттың жағдайлары, аумақтың мөлшері, сондай-ақ әр халық өзінің мәдени ерекшелігімен екіншісіне ерекшеленеді. Бірақ егер барлығында да ортақ мәдени категория болмаса, онда әрине ол мүмкін емес. Сондықтан біз экологиялық мәдениет жұмысымен айналысқанда көбінесе топтық, яғни массовость, топтық жұмысқа көп көңіл бөлуіміз керекпіз. Топтық жұмыста әр баланың жеке көзқарасы, жеке ойы көрініс табады. Топтық жұмыста сіз балалармен бір командада жұмыс алу қабілетін тексересіз, ол да бір экологиялық міндет сияқты қарастырылады. Сонымен, экология дегеніміз ол грек тілінен шыққан ойкос сөзі үй, тұрғын үй, отан сияқты түсініктерді береді. Логос ол білім, ғылым. Ендеше отан туралы ілім дегенді білдіреді. Экология терминінің өзі 20 ғасырдың ортасында ғана пайда болды. Экология ғылымы 19 ғасырдың соңында пайда болды. Бірақ содан кейін ол тірі организмдер, олардың өзара байланысы және жалпы табиғатқа әсері туралы ілімді білдіретіні мәлім. Америка штаттарының ғалымдары топырақ пен мұхиттың ластануының пропорционалды тәуелділігін, жануарлардың көптеген түрлерінің антропогендік әрекеттерден жойылуын анықтаған кезде шынымен маңызды болады. Қарапайым тілмен айтқанда, зерттеушілер өсімдіктер мен фабрикаларға жақын орналасқан су қоймаларында барлық және планктон өлетінін түсінгенде, ауыл шаруашылық жұмыстарының нәтижесінде топырақ таусылатынын түсінеді. Экологияның өзінің маңыздылығы осы бір күйде жатады. Өйткені бізді қоршаған ресурстар
олар әрине таусылатын ресурстар деген әлі де сол өндірістік даму бар. Алайда ертең не болатыны, егер де бұл ресурстар бізде таусылатын ресурстар қатарына жатады. Так, бұл қоғам жердегі өмірге, рухани құндылықтар жүйесіне, этикалық қағидаларға, экономикалық тетіктерге, құқықтық нормалар мен әлеуметтік институттарға қауіп төндірмейтін қажеттіліктер мен оларды жүзеге асыру тәсілдерін қалыптастырудың жалпы әдісі. Бірақ табиғат пен мәдениеттің қарым-қатынасы өте күрделі. Бұл күрделіліктің бәрі табиғат пен мәдениеттің өзара байланысы ретінде әрекет ететін адамның өміріне терең енеді. Адам бұл табиғи және әлеуметтік құбылыс. Сондықтан ол көріністің табиғи және мәдени түрлерімен сипатталады. Алайда осы формалардың ара қатынасын ескеру қажет. Сонымен қатар өзіңіз көрсете отырып, мәдениеттілік табиғаттылықты өзгертеді. Ал анық толық дәл көрсетеме алады, немесе бұрмалай алады. Тек құбылыс ретінде мәдениеттің үйлесімді дамуы басқа да бір әрекетке қайшы келмейтін мәдениетті қалыптастырады. Оны қамтиды, оны дамытады, әрине де оның белгілі бір нәтижеге келеді, иә. Экологиялық мәдениет бұл адамзаттың жаһандық экологиялық дағдарысқа жақындауына байланысты күрт көтерілетін салыстырмалы түрде жаңа мәселе. Адамның экономикалық белсенділігіне байланысты көптеген аумақтардың ластанған, бұл халық денсаулығы мен сапасына әсер ететіні бәріміз жақсы білеміз. Және де, мысалы, Арал өзені қазір құрғап бара жатыр десе, бұл жақта отыратын оқушылар, ол бізге не үшін қажет? Арал қайда, мен қайдамын деген ойлар, сұрақтар жауап беруі мүмкін. Бірақ та сіздің айтуыңыз бойынша бұл материалдарды нақты түрде қалыптастыру керек. Және де бұл, мысалы, бұл Арал теңізі бізден алыс болатын болса, мүмкін ертеңімізде сол өңірлік бір теңіз де солай тартылып кетуі мүмкін. Мүмкін нақты сіздің идеяңыз осы Арал теңізінің сақтап қалуына белгілі бір себеп болатын шығар. Сондықтан да бұл нәрсе баладан әрине белсенділікті талап етеді. Сол құрылым ертерек адамдар өз қызметінің нәтижелерін қайта қарап, мақсаттарын табиғаттың қолындағы құралдармен өлшей алады. Экомәдениет мәселесіне алғышылардың бірі болып Вернадский өз үлесін қосты. Ол экологиялық мәдениет атты алғашқы терминді ұсынды, және де оны практика жүзінде, яғни тәжірибе жүзінде растап шығады. Адам биосфера бөлігі. Сондықтан да осы тақырыпты айтқанда, біз адамның осы биосферадағы орны жайлы, маңыздылығы жайлы, миссиясы жайлы айтуымыз керекпіз. Өйткені бізді қоршаған ортадағы әртүрлі экологиялық жағынан келеңсіз жағдайлар нақты адамдардың көмегімен жүзеге асырылады. Сондықтан да бұл дағдарыстан шығу реті сол адамдардың қолында ғана болады. Адамның ақылға қонымсыз әрекеттерінің салдары соңғы берілген слайдта көрсетілген, әрине де ол осы экологиялық мәдениеті жоқ, немесе экологиялық жағдайлардан бас тартатын, немесе оларға немқұрайлы қарайтын нәрселерден көптеген кері әсер етуші факторлар кездеседі. Мысалы, осы суретте
балалардың ерекшеліктері берілген, иә, туу барысындағы ерекшеліктер, тіпті жануардың да туу барысындағы ерекшеліктер. Одан кейін су қоймаларындағы балықтардың өмір сүруі, олардың қоректену жағы ерекшеліктер. Жалпы біз сабақта фотосуреттерді қолданғанда оның міндетті түрде балалардың саналарына әсер ететінін қадағалауымыз керекпіз. Өйткені фотосуреттер бұл ақпарат бойынша мәліметті тезірек қабылдап алуға өз септігін көрсетеді екен. Бүгінгі таңда экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы көптеген формулаларда көрінеді. Негізгі формулалар ортақ пікір деп айтуға болады, және олар келесі. Қараңыз, қалпына келмейтін табиғи ресурстарды ұтымсыз пайдалану таусылу қаупімен бірге жүреді. Екінші, ол биосфераның зиянды қалдықтармен ластануы. Және үшіншісі, ол шаруашылық объектілерінің көп шығарылануы мен урбанизация. Мында әрине урбанизацияның тек қана осындай кемшілікті жақтарын атауға болмайды. Кез келген заттың, кез келген құбылыстың плюс және минус деңгейлері бар, иә. Не осы плюс деңгейлері арқылы біз адамдардың барынша, мысалы, қалада тұруын жақсартамыз, оған белгілі бір әрекет етеміз, иә. Бірақ та осы урбанизацияның теріс жақтарын да атап өту керек. Өйткені жалпы урбанизация өз бетінше ол жаман оқиға немесе жаман түсінік емес. Алайда егер де оның қолданысы белгілі бір жүйеге түсетін болса. Немесе биосфераның зиянды құндылықтарымен ластануы атты тақырыбына мен осындай мысал келтіргім келеді. Мен өзім Инстаграм желісіндегі әртүрлі жаңалықтарды оқимын, әртүрлі посттарды оқимын. Және де соның бірі Жапонияда тұратын бір қыздың оқиғасы. Ол өзі қазақ, бірақ қазір Жапонияда тұрады. Және бір күнделікті ол осы Жапониядағы өмірдің салттары, мінез құлығы, адамдардың жүріс тұрысы, жалпы Жапониядағы өмір сүру ерекшеліктері туралы айтылған екен. И жаңағы бір ролигінде, бір постын қарап өткенде, Жапонияда жаңағы мусор дегеніміз бар ғой, иә, қалдықтар. Бұл қалдықтар ақы үшін ғана шығарылады екен. Демек, адам егер өзіне тамақ, киім немесе бір заттар үйіне сатып алатын болса, екі есе ойланады. Шынымен бұл нәрсе маған керек па? Немесе бұл нәрсені мен алсам, оның қалдығы, оның жаңағы қалған заттары көп бола ма? Ол қалайша менің, мысалы, қаражатыма әсер етеді, иә. И сол блогер, енді блогер деп айтуға болады, сол блогер үйлерінде диван ауыстырған емес па, и сол диванды біздің еліміздің ақшамызға айналдырсақ, 15 мың, примерно 15 мың теңгеге мусорға шығарады екен. Мен бұны бірінші рет көргенде мен таң қалдым. Мен бірінші ойым, қалайша айтады ғой, на ровном месте деньги делают. Қалайша мемлекет солай жоқ жерден бір мусордан ақша табады, кәдімгі өзінің азаматтарынан. Бірақ та содан кейін сәл ғана ойлансам, шынымен ол өте жақсы әдет. Мысалы, бізде ондай әдет жоқ. Мусорды қаптап отырып шығарамыз. Сол дивандардың өзі подъездерде немесе далада өзі тұрады. Өткенде мен бір Теміртауда жаңағы Самаркандская су қоймасы бар, иә, сол Самаркандская су қоймасының маңайында жақсы демалыс орындары бар. Сол демалыс орындарға барғанда сай далада екі кресло тұр. Не үшін олар анда тұр? Тіпті болмаса бір анандай скамейка, лавочка неге қойылмайды, бірақ сай дала адамдар жүрмейді, тек қана машина жүреді, все, трасса.
Неліктен ана жақта біреу, конечно, оны шығарып қойыпты еще былай екі жақтан, как будто ол сайдала емес, как будто ол залда отырғандай. Әрине, жапондықтардың жалпы сана сезімі дамуы бойынша әлде қайда басқа елдерден озып кетті, иә. Әлде қараңыз, үлкен адамдардың өздерінде сондай күнделікті бір мысалдың арқасында адамдардың экологиялық мәдениеті өтеді. Мусорды артық рет адам шығармайды, өйткені ол оған қаражат төлейді. Уже адам мың рет ойланады. Мен осы товарды алғанда, ертең осы товардың қалған қалдықтары осы товардан артық болмасын деген ой болу керек. Келесі, экологиялық дағдарыста осы формаларының негізгі себептері тез экономикалық өсу және урбанизацияға келетін үдемелі индустрияландыру. Өндіргіш күштердің дамуына негізделген жылдам экономикалық өсу олардың одан әрі дамуын, еңбек жағдайларын жақсартуды, кедейлікті азайтуды және қоғамдық байлықты арттыруды көздейді. Бірақ сонымен бірге жедел экономикалық өсудің салдары ол табиғаттың деградациясы. Демек, осы тақырыпты түсіндіргенде балаларға біздің ел, біздің мемлекет немесе жалпы әлем үшін өндірістік, өнеркәсіптік күштердің бар болғаны өте маңызды екенін түсіндіру керек. Тек қана осы өндірістік күштердің қалайша адамдарға немесе қоршаған ортаға әсер етеді және ол әсер етудің минимализация факторларын ескеру қажет деген ойға балаларды бағыттаймыз. Экологиялық мәдениеттің келесі компоненттері анықталған. Ол экологиялық білімдер, экологиялық сана сезім және экологиялық әрекет. Экологиялық мәдениеттің көріністері қандай болады? Демек, экологиялық мәдениетті адам ресурстарды үнемдейді. Ол табиғатқа құрметпен қарайды. Ол тұрақты өмір салтын өткізеді. Ол экологиялық бастамаларды қолдайды. Және де ол білім мен хабардарда болады. Яғни экологиялық мәдениет жайлы белгілі бір білімге қоса алады, немесе белгілі бір білімдерді өзі зерттейді, оларды бақылайды, иә. Келесі, экологиялық бойынша тәрбиенің жұмыс нысандары қандай болуы мүмкін екен? Сіз балалармен өлкетану экспедицияларына, яғни экскурсияларына баруларыңыз болады, иә. Туристік жорықтар, экскурсиялар, практика дегеніміз. Экологиялық клубтардың ғылыми зерттеу қоғамның жұмысы, туған өлкенің табиғатын қорғау жөніндегі экологиялық акциялар, экологиялық бағыттағы қоғамдық пайдалы еңбек, немесе экологиялық сипаттағы ұжымдық шығармашылық қызметтің әр түрлері. Демек, мысалы, осы біздің өңірімізде Қарқаралы деген облыс, аудан бар. Бұл ауданда таулар, өзен, орман, яғни табиғаты жағынан өте сондай әсемді жер. Сонымен қатар бұнда қазақшасы қалай? Заповедник. Вот заповедник бар, мұражайлар бар. Кейбір мектептер осы ауданға, енді ол қаладан бір 200 шақырым шығар, примерно 200 шақырым, кішкене сәл асатын шығар 200 шақырымнан, балалармен экскурсияға шығады. Экскурсияның мақсаты әрине ол қыдырып келу емес, сол оқушыларға біздің өңірлік компонентін ескере отырып, өлке танушылық білімдерді беру. Осы жаңағы заповедник, қазақшасы қалай екен, осы заповедникта болған әртүрлі жануарларды, өсімдіктерді қарастыру, жалпы бұл өлкенің тарихына үңілу сияқты бұндай жұмыстар көзделген екен. Экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастырудың принциптері. Ол бірлік принципі, ол кешіпейілдік принципі, ол табиғатты құрметтеу, ынтымақтастық принципі, сүйіспеншілік пен қамқорлық принципі, табиғатты қорғау принципі, тамырынды құрметте қағидасы, өз өлкеңді сүй қағидаты сияқты принцип. Қорықтар, заповедник. Рахмет.
сол сияқты басты қағида дегеніміз бұл қатып қалған заңдылықтар деп айтуға болады, иә. Ол осы заңдылықтарды сақтап қалу осы экологиялық мәдениеттің қалыптасуына әсер ету үшін принциптердің негізінде әртүрлі практикалық тапсырмаларды береміз. Мысалы, өзекті проблемалар бойынша пәндер белгілі бір пән бойынша экологиялық компоненті бар немесе экологиялық элементі бар әртүрлі олимпиадалар өткізуге болады, немесе айлық месячинг немесе айлықтар өткізуге болады. Мектеп аумағы ұйымдасқан түрде абаттандыру жұмыстарын өткізуге болады. Ол бірінші жағынан әрине экологиялық мәдениетті қалыптастырады, екінші жағынан ол мектептің қоршаған ортасын, ауласын әсемдеуге, оның гүлденуіне әсер етеді, иә. Ол экологиялық сенбіліктер болуы мүмкін, ол экологиялық олимпиадалар айтылды, ол экологиялық мерекелер болуы мүмкін. Мысалы, құстар күні, немесе жер күні, немесе таза ауа күні деп айтуға болады, иә. Оның үстіне қазір біз барлық, әсіресе енді мемлекеттік мекеме болғандықтан, барлық жұмыстар әлеуметтік желілерде міндетті түрде өзінің ізін қалдыру керек. Сондықтан да бір мереке, бір шара өткізе тұра, оны әртүрлі эффекттерді, әртүрлі фильтрлерді қосып, әдемі жақсы фотография, бейнероликтер жасауға болады. Сонда сіздің осы жұмысыңыз туралы басқа да әлеуметтік желідегі отыратын адамдар көре алады. Демек, автоматты түрде экологиялық мәдениеттің насихат жұмысы өтеді. Бастауыш мектепте баланың эмоционалды саласына әсер ету арқылы экологиялық сананың, құндылық пен мінез-құлық нормаларының негізі қаланады. Демек, бастауыштарда осы экологиялық мәдениеттің негізі орнатылады. Ал жаһандану құзыреттіліктер курсы бізде 5 пен 9 сыныптар арасында болғандықтан, бұнда біз балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің нысандары мен әдістерін кеңейтеміз, әрине, иә. Демек, жобалық жұмыс қазіргі таңда педагогикада кеңінен қолданылады. Жобалық жұмыс туралы сондай баланың әр саласына қаншалықты жағымды әсері туралы көптеген зерттеулер бар. Алайда жобалық жұмысты нақты іс жүзіне асыратын жағдайлар азау. Өйткені ол өзі ізденіс жұмысы. Ол өзі ізденіс жұмысы болғанымен, оның көптеген зерттеушілік мағынасы бар. Ал сол зерттеушілік мағынаны іс жүзіне асыру үшін әрине белгілі бір жұмыс қажет. Сондықтан да жобалық жұмысты ұйымдастырам десеңіз, онда ол дайындық жұмысымен міндетті түрде сүйемелденуі керек. Жалғастырамыз. Балаларды экологиялық тәрбиелеу бойынша жұмыс жасай отырып, дамудың заманауи бағыттарын қолдану қажет. Педагогикалық технологиялар, кешенді экскурсиялар, этикалық әңгімелер, экологиялық ертегілер, дидактикалық ойындар, іскерлік, рольдік ойындар, шығармашылық және практикалық іс-шаралар оқушылардың әртүрлі іс-әрекетін ұйымдастыруға арналған тапсырмалар мен міндеттер. Бұның бәрі кешенді түрде балалардың экологиялық түсініктерін кеңейтеді. Одан кейін бұл жұмыс енді жаһандану құзыреттіліктер сабағының аясында жүріп жатса, одан кейін бізде сабақтан тыс жұмыстар бар. Сабақтан тыс жұмыстарда келесі бағыттар бойынша белгілі бір әрекеттерді жасауға болады. Мысалы, ол спорттық сауықтыру ойындар.
көркемдік эстетикалық викториналар, мұражай, ярмарка дейміз, иә, ғылыми танымдық конференциялар, дөңгелек үстел болуы мүмкін, немесе әскери патриоттық шаралар. Мұғалім экологиялық компонентпен толтыру үшін осы бағытты өз бетінше таңдай алады. Мен оны өткен сабақтарда да айттым, ол тек қана сол мұғалімнің құзыреттілігіне байланысты. Және де ұсыныс ретінде мынандай тақырыптар берілген екен: құстарды тамақтандыру, жер күні, экологиялық апаттар, экологиялық болжамдар, немесе мына тақырып бар, өткенде біз бір мектепте көргенбіз, бөлмеде өсетін улы өсімдіктер, біздің үй табиғат, қала мамандары, тағы да сол сияқты қызықты тақырыптардың аясында көптеген шараларды ұйымдастыруға болады. Және де осы бір тақырыптың барысында мен өзім 23 жылдың күз айларында бір конкурсқа қатысқанмын. Конкурста жюри болдым. Бір мектепке келгенде олардың оқушылары зимний сад дейді ғой, осындай қысқы бау-бақшаны мектепте ұйымдастырған екен. Сонда білесіз ба, бұны кең ақылды балалар ұйымдастырған. Ол арнайы мектеп болды. И және де қазір мен сіздерге өзімнің телефоныма түсірген осы зимний садтың 2 қысқатай бейнеролигін көрсеткім кеп тұр. Қараңыз, бір бөлмеде әртүрлі өсімдіктер бар. Ол бөлме температурасы жағынан өте ыңғайлы. Ішінде бір анандай подсветка, фотосинтез ба, сол бар. Жаңағы өсімдіктердің жайлы өсуіне әртүрлі жағдайлар жасаған. Әрине, бұның бәрі жаратылыстану және биология мұғалімдерінің басқаруымен жүргізілген, бірақ та ең басты оның қатысушылары және белсенді орындаушылары оқушылар болды. Міне, ақыл-ой кем оқушылар осындай жұмыс жасады. И тағы да осы роликті көрсеткім кеп тұр. В этом интернате открыли зимний сад. Просто слов нет. Здесь так дышится. Смотрите, какая стена. Столько растений. Бір қабырғасы таспен абатталған. Және де мұғалімнің айтуы бойынша балалар осы жаңағы зимний сад дейміз, осы зимний сад қысқы бау-бақшада жұмыс істегені өте жақсы көреді. Ең біріншіден, мен мысалы өзім бұл бөлмеге кіргенде қаншалықты ауасы жеңіл, таза болғанын өз-өзіме дәлелдеп шықтым. Өйткені енді әртүрлі өсімдіктер бар. Одан кейін балалардың тіпті үзілісте жүгірмей, нақты осы кабинетке барып, гүлдерін суарып, солған жапырақтарын алып, топырағын қопару сияқты әртүрлі әрекеттер жасаған екен. Әрине, ол баланың экологиялық қызығушылығын, экологиялық мәдениетін қалыптастырады. Сондықтан да осы сияқты, енді ол бір жұмыс, былай нақты жұмыс, осы жұмысты жалғастыру керек деген сөз емес. Ол тек қана мысал ретінде сізге ұсыныс ретінде беріліп тұр. Сонымен, біз бүгін сіздермен экологиялық мәдениет тақырыбына талдау жасауға тырыстық. Экологиялық мәдениет бізде жаһандану құзыреттіліктер курсының 3-ші модулін алып отыр. Оның мақсат міндеттері, тақырыптық жоспары барлығы осы әдістемелік нұсқауларда беріледі. Ең басты біздің
болжамымыз ол экологиялық жағынан сауатты оқушыларды қалыптастыру. Өйткені шын мәнінде қазіргі біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлем экологиялық дағдарыстарға шынымен тойтарыс беру керек. Көктемде еліміз үлкен бір экологиялық дағдарысқа ұшырады. Ол су апаты. Еліміздің көптеген батыс, одан кейін солтүстік өңірлерін су басты. Адамдарға қауіптілік төнді. Адамдар өздерінің үйлерінен, өздерінің бір жаңағы кәсіптерінен, мал жандарынан айырылды. Ол өте әрине келеңсіз жағдай, өте жаман жағдай. Сондықтан да бұндай жағдайларды енді қайталамас үшін біздің адамдарымыз осы экологиялық мәдениет жағынан дайын болу керек. Бірақ та тек қана әрине бұл дағдарыста адам кінәлі емес. Белгілі бір салалар, белгілі бір министрліктер, белгілі бір департамент осы жұмысқа жауапты болады. Ал елімізде осы жер сілкінісі болды, су апаты болды, тағы да былтыр өрт болды, Шығыс Қазақстан облысында. Бұның бәрі болғанда қаншалықты осы мемлекеттік органдар осы жұмысты атқаратын дайындықсыз екенін көрсетті. Сондықтан да меніңше осы курста, жаһандану құзыреттіліктер курсында кішкентай жасынан бастап бұндай білімдерді дұрыс, объективті, адекватты мәртебеден міндетті түрде балаларға беруіміз қажетпіз. Бұл біздің сабағымыздың қорытындысы болды. Бір 2-3 минут үзіліске шығайық. Одан кейін біз келесі өмір қауіпсіздігі тақырыбын жалғастырамыз.
Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, сабағымыздың екінші бөлігі өмір қауіпсіздігі модуліне арналған. Өмір қауіпсіздік юниті қосымша білім алу және мектеп білімінде практикалық дағдыларды қалыптастыру, білім алушылардың құқығы ғана емес, сонымен қатар олардың дамуына үлкен мүмкіндіктер беретін жағдай. Ол баланың физикалық, психологиялық, эмоционалды және когнитивті қорғанысын қамтамасыз етуге қатысады. Біз әртүрлі жағдайларда балалардың өмірі мен денсаулығын сақтаудың маңыздылығын түсінеміз. Әсіресе көптеген қауіп-қатерлермен қоршалған табиғи апаттар, зорлық-зомбылық фактілері, қорқыту, физикалық қорқыту, психологиялық қорқыту, буллинг дейміз, кибербуллинг, төтенше жағдайлар, пандемия және тағы да сол сияқты. Бұл жеке қауіпсіздік туралы емес, бұл сонымен бірге ұжымдық мәселе, және осы мәселенің шешу жолдарын, орындау жолдарын балалармен бірге түсінуіміз керекпіз. Юниттің басты мақсаты білім алушылардың мінез-құлқын білім арқылы өзгерту, тәуекелдерді барынша азайтатын және балалардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін икемді дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру, оларды асығыс әрекеттер мен қорғаудан және алдын алу, сақтану жолдарын беру. Осы мақсатқа жету үшін біз келесі міндеттердің орындалуын көздейміз. Біріншісі, қауіп-қатер физикалық және психологиялық қысым жағдайларында қауіпсіз мінез-құлықты және тиімді әрекет етуді қамтамасыз ету бойынша ақпараттық түсіндіру және практикалық жұмыстармен қамтамасыз ету. Білім алушыларда қауіпсіз мінез-құлық моделін жергілікті, жаһандық сипатта кез келген күрделі жағдайларда шешім қабылдау қабілетін қалыптастыру. Келесі, қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін насихаттау. Юниттің мазмұны 5-9 сыныптарда оқуға арналған тақырыптармен қамтылады. Бұл юнитте сыныптар арасындағы мазмұндағы жүйелілік пен сабақтастық сақталған. Кейінірек біз оны тақырыптық жоспар бойынша көреміз. Білім алушылардың жас ерекшеліктерін, ұлттық құндылықтарын, қазақ халқының салт дәстүрлері мен этикалық қағидаттарын ескере отырып, бұрын зерттелген материалды кеңейту көзделген. Қауіпсіз мінез-құлық туралы білімді насихаттаудағы оқытудың маңызды ролін түсіну ерекше маңызы туралы айтылады. Өмір қауіпсіздігі бөлімінің бағдарламасы тек бала үшін ғана емес, олардың ата-аналары, педагогтері, білім беру ұйымдарының басшылары және жалпы жұртшылық үшін де маңызды тақырыптарды қамтиды. Құзыреттілік тәсіл білім алушыны өзгертуге мүмкіндік береді. Негізгі өзгерістер оқушының өзінен тыс емес, ол оның өзінде болу керек. Демек, ол жеке психологиялық қасиет ретінде қарастырылады. Мұғалімнің рөлі тек ақпарат пен ұсыныстарды беруде ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, өзектендіруде, оқушылармен бірлесіп шешу жолдарын іздеуде, осындай жағдайлар мен тәуекелдерін алдын алу қажеттілігін түсінуде жатыр. Өмір қауіпсіздігі бөлімінің мазмұны білім алушылардың денсаулығы мен өміріне туындайтын кез келген проблемалар және қауіп-қатерлермен күресуге көмектесетін құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған. Оқушылармен бірлесіп, қауіпсіз мінез-құлық тақырыптарына белсенді талдау жұмыстары жүргізіліп, бұл проблемаларды шешуде өз бетінше ұсынуға, акцияларды өткізуге, шығармашылық жұмыстарды жүргізуге, зерттеулерді, ізденіс жұмыстарды атқаруға, бейнероликтерді кешіріңіз, бейнероликтерді әзірлеуге және орындауға, ситуациялық міндеттерді шешуге, әртүрлі схемаларды, маршрут пен карталарды жасауда мүмкіндік арқылы осындай практикалық жұмыстар жүргізіледі. Оқушылардың ықтимал бастамалары, мысалы, қауіпсіздік отрядтарын құру, бастауыш сынып оқушыларының арасында қауіпсіздік мәдениетін насихаттау деген жұмыстары да белсенді әрекетке айналады. Бағалау жүйесінде әрине де кез келген білім бізде бағалану керек.
Бағалау жүйесі бізде оның формасын педагогтың өзі таңдайды. Ол да жазбаша немесе ауызша болуы мүмкін. Бала өз қолымен бір әрекет, бір зат дайындай ма, мүмкін ол жоба ізденіс жұмысы бола ма. Енді ол әрине балалардың жас ерекшеліктеріне және мүмкіндіктеріне байланысты. Ең маңызды білім алушылардың оқу жетістіктерінің, оның ішінде юнитті зерделеу шеңберінде дағдылары мен құзыретін бағалау жүргізу ұсынылады. Және де жаһандық мәселелерді білу деңгейін, мәдениетаралық өзара әрекеттесуді, қалыптасқан құндылықтар мен қатынастарды түсінуге болады. Ең маңызды жергілікті, аймақтық және жаһандық мәселе туралы хабардар болу қажет. Жаһандық проблемалардың өзара байланысын, жаһандық проблемалардың жергілікті тенденцияларға әсерін түсіну керек. Басқа көзқарасты түсіну, белгілі бір позицияны таңдауға әсер ететін факторларды түсіну, аналитикалық ойлау, критикалық ойлау сияқты жұмыстар іс жүзіне асырылады. Мәселені қарау негізінде ақпаратты түсіндіру, байланыс орнату және қайшылықтарды анықтау мүмкіндігі көзделген. Бұндай проблемаларды шешу және белгілі бір жауапты шешім қабылдау үшін кез келген төтенше жағдайларда әрекет ету бойынша оқушылар белгілі бір білім, білік және дағдыларды игеру керек. Және осы білім, білік және дағдылар жиынтығы өмір қауіпсіздігі юнитімен қарастырылған. Юниттің соңында балалардан біз келесі нәтижелерді күтеміз. Оқушылар қауіпсіздік деген ұғымын түсінеді. Олар қауіпсіз мінез құлық үлгісін көрсетеді. Олар өмір мен денсаулыққа қауіп төнген жағдайда дұрыс шешім қабылдау керек екендігін, маңыздылығын түсінеді және де осындай шешімдерді қабылдай алады. Қауіпсіз мінез құлық мәдениетінің қалыптастырудың маңыздылығын түсінеді. Және де қоғамға қарсы мінез құлыққа жол бермейтін, әртүрлі зорлық, зомбылық, қорқыту фактілеріне төзбейді. Және де осындай фактілер орын алатын болса, балалар оны сезу керек екендігін сияқты жеке тұлғалық қасиеттері дамиды. Мысалы бізде, біздің елімізде бір атақты блогердің қызын шетелде өкінішке орай осылай өлтіріп тастаған. Және де кейінірек бірнеше жылдан кейін әрине соттасу болған, бірнеше уақыттан кейін бұл блогерден жаңағы подкаст ретінде интервью алған. Мен оны көргенде ол былай мына нәрсені айтқан екен. Әрбіреуіміз, енді ол қыздың анасы болғандықтан, ол қыздарға арнап айтқан. Әрбіреуіміз өз қызымызға, егер де сен қандай да бір жерден қауіп төндіретін жағдайды сезінетін болсаң, бірден осы орыннан, бірден де осы жерден кетуің керексің, қашуың керексің, звондауың керексің бір адамға. Нақты егер де осындай қауіпті жағдайлар болса, адамдар, яғни балалар, оны сезіну керек екен ойды біз балалардың бойында қалыптастыруымыз керекпіз. Демек, тек қана білім емес, сонымен қатар интуициялық сезімді де дамытамыз. Енді ол жай ғана сезіну емес, ол белгілі бір фактілерге сүйеніп сезіну болады ғой. Сондықтан да енді бұл оның сөзі дұрыс және де осы тақырыпқа сәйкес деп ойлаймын. Тематикалық тақырып бойынша юниттің жоспары 5-9 сыныптар арасында жүргізілген, бөлінген. Мысалы, қараңыз, 5 сыныпта үй, аула, мектептегі қауіпсіздік, отпен ойнама, киесің, қауіпсіздігім өз қолымда деген тақырыптар көзделген. Немесе 7 сыныпта техниканы қауіпсіз пайдалану, тамақтану этикасы және қауіпсіздік деген тақырыптар белгіленген. 9 сыныпта енді олар үлкен азаматтар, кәмелетке
кәмелеттік жасқа жақындап қалған азаматтар болғандықтан, бұнда тақырыптардың өзі сыни ойлауға бағытталған, демек тақырыптың өзі бір сұрақ ретінде қойылған. Мысалы, қауіпсіздік мәселелерін кіммен талқылауға болады? Әрине, бұны да айту керек. Егер де балаға қауіп төнетін болса, ол анасына, әкесіне, досына, әпкесіне, әйтеуір бір адамға айту керек. Өйткені оны өзінде ұстау, әрине, ол сол зорлық-зомбылық факторлердің әсерін күшейтеді. Одан кейін келесі слайдтарда осы юнит бойынша ұзақ мерзімді жоспар берілген. Бұнда бізде тақырыптар жүйесі бар, және де осы тақырыптарды іс жүзіне асыратын ұсыныс ретінде оның формалары көрсетілген. Мысалы, 5-ші сыныпта қауіпсіздігім өз қолымда деген тақырып бойынша рөлдік ойын ойнатуға болады. Немесе 6-шы сыныпта менің үйге қайтар жолым деген тақырыбы бойынша қауіпті нәрсені қалай анықтауға болатынын практикалық сабақ жүргізуге болады. Немесе 7-ші сыныптың тақырыбына қарайтын болсақ, телефон алаяқтары не істеу керек сияқты тақырып бар. Бұнда зерттеу жұмысы немесе бейнеролик жасауға ұсынылып отыр. 9-шы сыныпқа келетін болсақ, бұнда енді тақырыптар шамалы күрделі. Мысалы, төтенше жағдайларда өзіме және басқаларға қалай көмектесе аламын? Бұл тақырыпты ашатын ұсыныс ретінде эссе жазуға болады. Немесе бұл ретте презентация орындауға болады. Жалпы өмір қауіпсіздігі дегеніміз не? Ол адамның тіршілік ету ортасымен жайлы және жарақатсыз өзара әрекеттесу туралы ілім. Адамның өміріне зиян келтіру белгілі бір ықтималдықпен алынып тасталатын қоршаған орта жағдайы. Адамның өмір сүруінің кез келген жағдайында қауіптілігі мен олардан қалай қорғалатынын зерттейтін ғылым білім саласы өмір қауіпсіздігі деп аталады. Сонымен қатар, өмірлік қауіпсіздік негіздері бұл қауіпті жағдайдың ықтималдығын төмендететін және қауіпті төтенше жағдайлардан болатын зиянды азайтатын адамның мінез құлық жүйесі. Демек, ол бізде тұлғалық қасиет ретінде көріну керек, иә? Тұлғалық қасиет ретінде болса, біз әрине оны қалыптастыруға бағыт алуымыз керекпіз. Қауіп, осы кездегі маңызды сөз, ол қауіп. Қауіп адамның өмірі мен денсаулығына төндіретін кез келген құбылыс. Қауіп өмір қауіпсіздігі пәнінің орталық ұғымы. Міне осы кезде біз глоссариймен жұмыс істейміз, дефинициялармен жұмыс істейміз. Меніңше ассоциограмма немесе классер, осы бастапқы сабақтарда ассоциограмма немесе классер практикалық тапсырманы беруге болады. Сандық және сапалық сипаттайтын қауіпті факторлар әсер ету ұзақтығы адамға келесі жағымсыз әсер ету мүмкін. Ол ыңғайсыздық сезімі, дискомфорт, ол шаршау, ол жедел және созылмалы кәсіптік аурулар. Келесі, әртүрлі ауырлықтағы жарақаттар. Келесі, өмір сапасының нашарлауы және де өлім. Міне осы факторлар бізде өмір қауіпсіздігіне болатын жаңағы келеңсіз жағдайлардың әсерінен болатын қауіпті қорытынды шешуші факторлар деп аталады. Сондықтан да міне осы факторлардан бас тарту, оларға бармау, оларға кезікпес үшін біз өмір қауіпсіздігі тақырыбын мектеп жоспарына енгіздік. Осы кезде қауіп, ол белгілі бір жағдайларда адам денсаулығына зиян келтіретін құбылыстар.
Мысалы, бұл тақырыпты зерделегенде балалардан жалпы зиян дегеніміз не? Оның формалары қандай, түрлері қандай, зиян қандай болуы мүмкін, ұлдарға қандай зиян болуы мүмкін, қыздарға қандай зиян болуы мүмкін, олардың денсаулықтарына, өмірлеріне, ар-ождарына қандай зиян, қандай әсер етуі мүмкін сияқты сұрақтар қоюға болады. Немесе қауіпсіздік, ол белгілі бір ықтималдықпен қауіптің көрінісі алынып тасталатын, немесе шамадан тыс қауіптің болмауы. Демек, бұл екі антоним сөзімен біз практикалық жұмыс өткізуімізге де болады. Қауіпті жағдай бұл белгілі бір даму кезінде келесі жағдайларға әкелуі мүмкін жиынтықтар жағдайлары. Ол техногендік, табиғи және әлеуметтік сипаттағы қауіпті жағдай деп үш түрге бөлінеді екен. Біріншісі, төтенше жағдай. Бұл адам шығынына әкеп соқтыратын, адамдардың денсаулығына немесе қоршаған табиғи ортаға зиян келтіретін апат, немесе қауіпті табиғи құбылыс нәтижесінде қалыптасқан жағдай. Төтенше жағдай қауіпті ең алдымен салдардың ауырлығымен ерекшеленеді. Келесі, табиғи төтенше жағдайлар: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл, құйын, торнадо, көшкін, цунами, жанартау атқылауы, циклон болуы мүмкін. Енді алыс кетпей-ақ осы көктемде біздің ең деген әсем, ең деген менің ойымша еліміздегі ең көрікті қалалардың бірі Алматы қаласында болған жер сілкінісі әрине барлығымызға ауыр тиді, өйткені туыстарымыз бар, жұмысымыз сол жақта бар, иә. Алматы ол біздің бұрынғы астанамыз. Жалпы өзі алматылықтар жер сілкінісі бізде бола беретін жағдай деп айтады. Егер де тұрғылықты коренный житель дейміз ғой, көптен жылдай бері сол қалада тұратындар. Бірақ та оның дәрежесі бізге сезілмеген. Ал бұл кезде біз оны сезіп, оны қорқыныш жағынан сезіп, адамдар арасында паника болды. Бұл төтенше жағдай туралы, табиғи апат туралы ешқандай хабарлама берген жоқ алдын ала. Демек, адамдар оған дайын болмаған. Мысалы, қазір біздің смартфонымызда 112-ден әртүрлі ауа райы жайлы хабарламалар келіп отырады, иә? Біз біліп отырамыз. Мысалы, кеше бүгін қатты жаңбыр жауатыны хабарлама келді. Міне қазір жаңбыр жауып жатыр. Уже автоматически адам алдын ала білетін, иә, ертең жаңбыр жауатыны. Ал жер сілкінісі әрине ол жаңбыр емес. Жер сілкінісі ол әлде қайда ауыр дәрежедегі төтенше жағдай, табиғаттың бір құбылысы, және де адамдардың оған дайындығы болған жоқ. Бір жақтан мынандай ой келеді. Таулы мекенде тұрған адамдар неге осындай жағдаяттарға дайын болған жоқ? Неге осы жағдаяттарда әрекет ету формаларын білмейді, оның әдістемесін білмейді деген. Екінші жағынан, неге осы сейсмологияға жауап беретін мемлекеттік органдар, төтенше жағдай департамент пен министрліктер бұл жағдайды алдын ала білген жоқ? Бізде қазір мысалы ауа райы 10 күнге немесе 1 айға бұрын берілетін сайттар бар, иә? Неужели сол жер сілкінісі туралы ешкім ештеңе білген жоқ және адамдарға оны алдын ала айтқан жоқ? Әрине, бұл құбылыстағы сұрақтар өте көп. Алайда сол кездегі адамдардың арасындағы болған психоэмоционалды ахуал, жалпы еліміздегі ахуал, ол оның үстіне жаңағы су апатымен бірге қатар келіп тұрған ахуал ғой. Сондықтан бұндай
кейсті оқушыларға талдауға ұсынуға болады. Өйткені нақты ол кейс біздің елімізде болған. Балалар осы кейс жайлы ақпаратты оп-оңай таба алады және сізге оны талдау жүргізу арқылы береді. Келесі, техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға мыналар себеп болуы мүмкін. Өнеркәсіптік апат, жарылыс, көлік апаты, өрт, гидродинамикалық апат. 80-ші жылдардың соңында көршілес елімізде Чернобыль қаласында осындай бір төтенше жағдайдың орны үлкен ізбен қалып отыр. Бір қала, бір өңір жойылды деп айтуға болады. Өте қауіпті ауқымды радиациялық әсер ету факторлерінен адамдар қайтыс болды, өнеркәсіп тоқталды, қаланың бәрі басқа елді мекендерге ауыстырылды, адамдардың денсаулығы әлде қайда нашарлады. Және де осы бір Чернобыль катастрофасын зерттеу барысында енді көптеген ізденіс жұмыстар өткізілді, и солардың аясында бір жақсы фильм түсірілген. Ең маңыздысы, бұл фильмде жас жеткіншектердің рөлі көрініс табады. Демек, бұл фильмді меніңше жаңағы өмір қауіпсіздігі сабағының аясында балалармен бірге көруге болады. Мысалы, бір сериясын қарап, оны талдауға болады. Басқа серияларды балалар өздері үйлерінен қарауға болады. Демек, ең біріншіден бала бұл техногендік апат туралы біледі, ол бізде тарих пәнімен жақсы байланыс орнатылуын көрсетеді. Бала оқушы бұл техногендік апаттың себептерін түсінеді, салдарын түсінеді, қазіргі таңдағы сол қаланың жағдайын біледі, және де адамдардың сол кездегі сол апатқа деген көзқарасын талдай алады. Сонда бір ғана фильмді қарау арқасында біз бірнеше мақсаттарды көздеп, бірнеше әрекеттерді етеміз. Немесе көлік апаты. Бұл көлік апаты техногендік апаттың ішіндегі ауқымы бойынша мүмкін сәл ғана шамалы деп айтуға болады. Дегенмен бұнда да адамдардың жарақаттары болуы мүмкін, кісі өлімі де болуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде оқушыларға осы көліктермен жүру, мінез құлқын, жолдан өту, жалпы осы ережелерді түсіндіруге тура келеді. Және гидродинамикалық апат. Ол біздің елімізде тағы да болған, осы көктемде ғана, жаңағыда мен айтып кеттім ғой, су бөгеттерінің жарылысы, су тасқынның болуы, адамдардың денсаулықтарына, жүріс-тұрыстарына үлкен бір негативті әсер етті. Сондықтан да бұл да оқиға туралы әрине де осы сабақтың, осы тақырыптың аясында балалармен талдау жұмысын жүргізуге болады. Келесі, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар. Бұған біз соғыс әрекеттерін, террористік актілер және эпидемияларды жатқызамыз. Көршілес мемлекеттер 2 жыл болды ма, бір-біріне соқтығыс жасайды. Мүмкін осы оқиғаны бұл сабақта қарастыруға болады. Тек қана бір ғана ұсыныс бар. Осы ситуацияны талдағанда біз балаларға өзіміздің субъективті көзқарасымызды көрсетпеуіміз керекпіз. Өйткені мектеп біріншіден ол зайырлы мекеме, светское учреждение. Мектеп белгілі бір діннің, немесе белгілі бір адамдардың көзқарастарын шақтамайды. Егерде тарих, егерде осы өмір қауіпсіздігі сияқты сабақтарды өтетін болсақ, біз тек қана оны констатация ретінде және бақылау ретінде қарастыруымыз керекпіз.
және де осы соғыс әрекетінің саяси жағынан емес, әлеуметтік жағынан қарастыру керек. Адамдарға ол қандай соққы, қандай қатер, қандай зардап шектіргені туралы, немесе бұндай ситуациядан кейін адамдар қалай өз-өзін ұстау керек дегенін қарастыру керек. Және де мысалы террористік актілер кезінде өте қауіпті нәрсе, сондықтан да терроризм, экстремизм сияқты тақырыптар міндетті түрде өмір қауіпсіздігі сабағында қарастырылады. Мүмкін бұл практика бағытында ішкі істер органдарының осы салаға жауапты мамандармен кездесулер ұйымдастыруға бола ма? Мүмкін балалар мысалы осы террористік актілердің актілерге қатысқан жертва дейміз ғой, сол жертвалардың интервьюсын көре ма, немесе оларды оқи ма. Және эпидемия кезі, пандемия, ауру осы 2 жыл ғана бұрын әйтеуір бізде бітті, иә, Құдайға шүкір. Сондықтан да осы мәселені де қарастыруға болады, өйткені балалардың өздері осы кесте белсенді қатысушылар ретінде орын алды. Олардың, біздің де барлығымыздың өміріміз сол пандемияға дейін және пандемияға кейін сияқты шекараларға бөлінді. Сондықтан да бұл кезде нақты кейс арқылы жұмысты ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар, енді біз бәріміз барлық ақпаратты көзбен көреміз. Барлық ақпараттың 80% көзбен қабылдау арқылы өтеді. Сондықтан да көрнекіліктердің дұрыс пайдаланғаны да дұрыс. Және де осындай тақырыптарды бейне немесе фото сүйемелдеумен жүргізсеңіз, оның әсері молырақ болады деп ойлаймын. Өйткені нақты осындай көрнекілік негізде болатын қабылдау адамдардың саналарында қатайып немесе нығайып берік түрде қалыптасады. Біз әрбір оқушыға үнемі қауіпсіз жағдайды іздену керек екендігін және де үнемі сақ болу керек екендігін айтуымыз керекпіз. Яғни қауіпті болжау, олардан аулақ болу, қауіпті жағдайда өзін қалай ұстау керектігін көрсету немесе оны білу мәселелері қарастырылып отыр. 2017 жылы Ресей Федерациясында Серпухов қаласында өте бір қатерлі оқиға болған. Бұл оқиғаның басты кейіпкері деп айтуға болады, ерлі зайыптылар. Жаңағы күйеуі қызғаныш сезімінен өз әйелін орманға апарып тастап, оның 2 қолындағы саусақтарын балтамен шауып тастаған екен. Бұл өте сондай қатерлі, сол бір кезде бәрімізді дүркіреген жағдай. Бірақ та егер де оның тарихын оқысақ, жаңағы әйел адам өз еркімен сол еркектің машинасына отырды. Хотя уже олар сол кезде жаңағы бракоразводный процесте болған. Сол кезде әйел адам бұл күйеуінің сондай теріс қылықтарын көрді. Бірақ та оған қарамастан ол өз аяғымен сол машинаға отырды. Неужели ол маған бір қауіп төндіреді, бір қорқыныш сезімі болған жоқ? Неужели сонда біз айтамыз ғой, инстинкт самосохранения? Неужели сонда инстинкт жаңағы әйел адамда туындаған жоқ? Әрине, бұл үлкен сұрақтар, алайда бұл оқиғаның орын болғаны рас, және де біз әрқашанда балаларға осы қауіпті болжау, қауіпті сезу сияқты ерекше тұлғалық қасиеттерге
бағыт беруіміз керекпіз. Егер де саған қауіп төнсе, қаш, звонда, бақыр, айқайла, көмек сұра сияқты инструкциялар беруіміз керекпіз, иә. Міндетті түрде балаларға сол дабыл соғатын телефон номерлерін білу керек, иә. 112, 101 өрт, 102 полиция, 103 жедел жәрдем, тағы да сол сияқты ақпаратты беру керек. Қауіпсіз мінез құлықты үйрену үшін әртүрлі жағдайларда сіздің мінез құлық туралы ойлана отырып ситуациялық мәселелерді шешу. Нақты кейс, мен оны 3-ші күн бойы айтып жатырмын. Нақты кейс арқылы біз балалармен көптеген жетістіктерге жетеміз. Өйткені нақты кейс болған нәрсе балаларға ол балалардың санасына өте жақсы өтетін формат. Дене қасиеттерін үнемі жетілдіру керек екендігін, адам өзінің, яғни оқушы өзінің физикалық дамуына ерекше назар аудару керектігін айту керек. Спорттың маңыздылығы туралы, дұрыс тамақтанудың маңызы туралы, қиын ортада тыныштықты сақтауға және одан шығуды ұтымды жолын табуға көмектесетін ерікті қасиеттер мен тепе-теңдікті үнемі түрде тәрбиелеу керек. Балалардың бойына өзінің гүлденген өмірін қамтамасыз ету және өмірдің барлық игіліктерін барынша пайдалану үшін адам жалпы қабылданған бір қатар мінез құлық ережелерін сақтап қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі қауіпті және төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез құлыққа мақсатты түрде дайындалу керек екен дағдыларды балаларға меңгертуіміз керекпіз. Так, телефон номері туралы айттым. Жаңағы телефонға звондағанда оқушы қалай конструктивті диалог құрастыру керек. Ол мысалы іскерлік ойын арқылы жүзеге асады, иә. Телефонды номерді тез алып, оған бүкіл ситуацияны айтпай, оның тек қана қысқаша мазмұнын айтып, міндетті түрде өзінің нақты қай жерде орналасқанын айту керек, және де өзінің аты жөнін атау керек. Және де маған қауіп төндіре ме жоқ па деген сұрақтарға да жауап беру керек. Мысалы, осы кезде мен американдық 911 деген служба спасения жақсы бір несі бар, мемлекеттік органда, мемлекеттік қызметте істейтін қызмет, иә, мемлекеттік қызмет. Кез келген киноны қарасақ, кез келген бір статьяны оқысақ, адамдар любой жағдайда осы номерге телефон шалады да, осы олардан белгілі бір көмек алады. Енді ол дамыған деп айтуға, дамыған елдердің қатары болғанымен бе, әлде ол әлеуметтік өркениеттілігінің даму жолы ма, мен білмеймін. Дегенмен де менің білетінім, нақты осы қызметтің жұмысы оларда өте жақсы істейді. Өйткені бұл елде адам және оның өмірі ерекше бір құнды нәрсе ретінде саналады. Әрине, біздің де елімізде сол құндылықтар тіпті Конституцияда бекітілген. Сондықтан бұл шет елдерінің жақсы оңтайлы тәжірибесі, сондықтан да бұл тәжірибені әрине біз де өзімізге алуымыз керекпіз. Келесі слайдта, құрметті тыңдаушылар, мен сіздерге мынандай ссылка бердім. Мен өзім осы жұмысты дайындағанда, осы ссылкаға тап болдым. Бұл университет ссылкасы, Ресейлік университет, және де бұнда дайын презентациялар бар. Әрине, олар орысша тілінде, бірақ та бұнда дайын презентация, бүкіл эффект анимациямен көрсетілген. Оларды оқушыларға беруге болады, немесе мысал ретінде, немесе шаблон ретінде оқушыларға ұсынуға болады. Мысалы, бұнда терроризм деген
тақырып бар. Азаматтық қорғаныс, одан кейін өнеркәсіптік факторлар деген тақырып бар. Жалпы өмір қауіпсіздігінің негізгі түсініктері деген тақырып бар. Одан кейін қараңызшы, 6-шы тақырып, тема 6 деп тұр, иә. Шум, демек, ол да адамның қауіпсіздігіне кері әсер ететін фактор. Егер де сіздердің жұмыстарыңызда қажет болса десеңіз, сонда осы ссылкамен кез келген презентацияны жүктеп, негіз ретінде қолдануға болады, үй тапсырмасы ретінде қолдануға болады, немесе әдістемелік нұсқау ретінде қолдануға болады. Мектептегі қауіпсіз мінез-құлық негіздері. Менің мектептегі қауіпсіздігім нұсқаулық әңгімелесулер, біз кезекші сынып әңгімелесулері, немесе сыныптық жалпы мектептің іс-шаралары кезіндегі қауіпсіз мінез-құлық негіздері арқылы әңгімелесу бойымен өтеді. Негізі бізде әңгімелесу ол сөзбен өтетін сондай өте ауқымды, мощный дейміз ғой, оқу формасы, оқу әдісі болғандықтан, біз сол әңгімелесу әдісін көбінесе қолданамыз. Мысалы, терроризмге қарсы қауіпсіздік деген тақырыптың аясында келесі практикалық тапсырмаларды орындауға болады. Терроризм мен экстремизм туралы, осындай ойлар мен акциялардың салдары туралы, өмір қауіпсіздігі сабақтары шеңберіндегі әңгімелесулер, немесе жаңағы құқық қорғау органдарының қатысуымен кездесулер ұйымдастыру, немесе террорлық шабуыл жағдайындағы әрекеттер практикалық сабағын өткізуге болады. Халықаралық терроризм адамзаттың жаһандық проблемасы сияқты бейне сабақ немесе басқа да мамандармен кездесулер ұйымдастыруға болады. Оқушылардың құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесулері терроризм қаупі туралы жалған хабардар болу, қылмыстық жауапкершілік туралы әңгімелесулер және кездесулер де өткізеді, жиындар өткізуге болады, иә. Өрт қауіпсіздігі, бұл проблема бойынша өртке қарсы тақырыптық творчестволық конкурстарға қатысу, зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету, немесе жалпы төтенше жағдай министрлігінің өкілдерімен және қызметкерлерімен кездесулер ұйымдастыруға болады. Әрбір қалада бізде өрт қызметі бар, иә. Өртке қарсы күрес қызметінің әрбір мекемесінде арнайы мұражайлар бар. Осы мұражайларға да оқушылармен бірге экскурсияға шығуға болады. Мысалы, біздің қаламызда горно-техникалық тау-кен техникалық колледж бар, және де сол колледжге қарайтын бір ғимаратында мұражай ұйымдастырылған. Сонда мұражайға барғанда сен кәдімгідей шахтаға түсетіндей боласың. Шахтаның жұмыс ерекшеліктерін қарайсың. Шахтадағы болған қауіп-қатер фактілеріне көзіңіз жетеді, иә. Күзде ғана Қарағанды қаласында үлкен бір осындай қайғылы оқиға болды. Бір шахтада 30-дан аса адам көз жапты, және де осы қайғылы оқиғада көптеген бізде тұратын тұрғылықты адамдардың туыстары, біреудің әкесі, біреудің ағасы, біреудің анасы қайтыс болды, өкінішке орай. Сондықтан да мүмкін осындай экскурсиялар жалпы бұл жұмыстың қаншалықты қауіпті екенін көрсетіп, жалпы оқушыларда осындай қауіпті мамандықтардың ерекшеліктері туралы ойларды береді. Сонымен қатар бұл ерте профориентациялық жұмыс болады, иә. Пожарный мұражайға бару, сол шахтаның мұражайына бару ерте профориентациялық жұмыс ретінде өз көріністерін табады екен.
Балалардың жол көлік жарақаттануын алдын алу үшін жол полиция қызметкерлерімен кездесулерді ұйымдастыруға болады. Жаяу жүргінші, жолаушы, жүргізуші сияқты акцияларға қатысуға болады. Тәрбиелік тақырыптық сабақтар, сағаттар жүргізіледі, мектепке апарар жол, немесе мен велосипедшімін, жол қозғалыс ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік сияқты, немесе менің мектепке барар қауіпсіз маршрут картам сияқты практикалық сабақтарды жоспарлауға болады. А, келесі бұл өрт тақырыбында сақ болыңыз, отпен ойнама сынып сағатында өткізуге болады. Өрт қауіпті заттар викторинасын құрастыруға болады. От біздің досымыз немесе жауымыз деген әңгіме презентацияны көрсетуге болады. Демек, осы сабақтарда, осы тақырыпта оттың адам үшін маңыздылығы және де оттың адам үшін қауіптілігі туралы айтуға болады. Демек, нақты осы тақырыпта балалардың сыни ойлау қабілеті дамиды. Өйткені бір жағынан бұл жағдай адамға маңызды, адам тіршілігі үшін өте маңызды. От, бұл оттың болуы, жылудың болуы. Ал екінші жағынан қарасақ, ол үлкен бір қауіп төндіруші факторлардың ең сондай негізгісі деп айтуға болады екен. Жалпы осы аталған практикалық тапсырмалар олар ұсыныс ретінде беріледі. Әрине, бұл тек қана мұғалімнің өзі таңдауы мүмкін. Сіз сол тақырыптардың аттарын ауыстырасыз ба, немесе өткізу формасын ауыстырасыз ба. Ол әрине тек қана педагогикалық шеберлігіңізге байланысты болады. Жалпы бүгін біз сіздермен жаһандану құзыреттіліктердің барысындағы 3-ші юниттің тақырыбын қарастыруға және талдауға тырыстық. Біз бүгін сіздермен экологиялық мәдениет және өмір қауіпсіздігі тақырыптарын зерттеп шықтық. Біріншіден, әрине, басты оның түсініктерін, оның мақсаты мен міндетін қарадық. Екіншіден, бұл тақырыпқа сәйкес тақырыптық жоспар және ұзақ мерзімді жоспарды қарадық. Осы жоспарда көрсетілген барлық тақырыптар қарапайымнан күрделіге қалай көшетінін соны дәлелдедік. Олардың формалары, ұсыныс берген ресурстарын көрдік. Жалпы экологиялық мәдениет және өмір қауіпсіздігі тақырыптардың мазмұнына, оның элементтеріне, құрамдас бөліктеріне жеке-жеке тоқталып шықтық. Әрине, бір юниттің тақырыбын бір сабақтың, бір сағаттың ішінде толығымен қамту мүмкін емес. Алайда негізі бүгін берілді. Жалпы осы презентация бойынша барлық бүгінгі презентациялар қазір модераторларға жіберіледі. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, немесе айтылған материалдарға қосымша материал берем десеңіз, немесе егер де сіз осы жұмысты жүргізсеңіз, қандай ұтымды сабақтар болды, сонымен бөлісе өріңіздер. Кері байланысқа шығамыз, құрметті тыңдаушылар. Рахмет сіздерге. Так, мен қазір презентацияларды жіберемін. Онда